Қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Шымкент фишинг ютуб арнасының оқырмандары, көрермендері, қалдарыңыз қалай? Шаршамай шалдықпай жүрсіздер ме, бауырлар? Бүгін міне кезекті балыққа келіп қалдық. Бұл жерге бірінші рет келіп тұрмын. Үш тесік деп аталатын жер екен. Балығы жақсы, бірақ мынандай жағдайға тап болады екенсіздер. Содан кейін аяққа мынандайлар келеді. Как кіргенімде дұрыс болды, өздеріңізше. Мына көрдіңіздер ма? Туғырын әйнек сияқты бәле. Мына ракушка дегенде түнімен аяққа кіріп бәле болды. Ол жерде асықпай жүру керек екен. Мына көрдіңіздер ма? Жағасы қандай болып жатқан. Балшық, лай. В общем, дұрыс емес. Адамға жақпайтын нәрселер болып отыр. Амал жоқ, балығы жақсы болып отыр деген соң келгенбіз. Жағдай осы ағайын. Аңа балалар балықты да суды кешкісі ерініп, аяғын лай қылмаймыз деп, балықты маған жинап сатып қатсақ. Не масқара ол? Ол емес па?
В общем, әбірт жіберіп отыр же. Жағасы үстінде су болды. Ассалаумағалейкум жігіттер. Алдарыңызға шаршамай шалдық қой жүрсіздер ма? Балыққа келіп қалдық. Кезекті хит болып жатқан жер үш тесік, өздеріңіз білетіндей. Бұл жердің балық әрине жақсы, бірақ жағдай андай. Жалпы түн салқын болды. Кене қалыңдау киімдеріңізді алыңыздар түнге қарай. Судың жаға салқындау, сосын ондайлар көп. Бұлар тазалап кетеміз әрине. Так, сол баяғы өзімнің төрт қармағымды алып шықтым. Мен төртіншісі сталкер, менде 4 ЛБ кәрмет етуге арналған өзімнің ротботын. Бір қармағы мана жерде тұр. Қазір басында монтаждарын ауыстырып жатырмын. Міне осындай әдемі ротбот. 3 қармаққа арналған. Лескімен де Red Fox. Осындай жерге келіп қалдық. Жағасы өте лай. Сосын маңдайларға тап боласыз. Бұлар міндетті түрде аяғыңызды кеседі. Балығы жақсы, бірақ андайға дайын болып келіңіздер. Жақсы достар, арнамыздан алыстамаңыздар. Дүкеніміз ашық. Бара берсеңіздер болады. Таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс істейтін болады. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум достар. Армысыз қазақ елі. Заттарымыз шашылып жатыр. Қазір енді жайғастырамыз. Себебі палатканы енді құрдық. Мынау естеріңізде осы Әбу деген бауырымыздың бізге тартып өткен палаткасы болатын. Рахмет Әбу. Мына рахатын көріп жатырмыз. Екінші рет алып шықтым осымен. Негізі 3-4 рет келді. Просто әбеттен кейін қайтатын болған екен құрмай жүрдік. Мына осындай әдемі палатка. Қарасаңыздар, шаңырақ болып тұрады. Шекең. Ертең пайдасын көреміз деп алғанбыз. Мына жерге босап қапты, қазір қайтып барамыз. Үстін көтермелер босап қалғанға. Балықта отырмыз, жігіттер. Мына айналған бәрі шашылып жатыр, қазір жинап қоямыз. Біздің сулар енді тек кола болып отыр. Так, мынаны сасық жүгер оғы. Осыны кармиттеттік, әрі осыны да салып жатырық. Және де жұмыс істеп жатқан сол баяғы өзіміздің қолданып жүрген силикондар. Жасылы бар, сарысы бар деген. Умбатаканың бойылдары бар. Ташкентке келгенде әлі алып шықпадым, қолданып көрмедім. 1 тамыз сағат 11:34 болып жатыр. Астана уақыты бойынша толқын басталды, жел басталды. Жинап тастадық, жаңа тікелей эфирде көрдіңіз ғой, ұшып кеткен. Ұшып, оны үйге дейін барып жабысып болды. Осы палатканың жер жұмсақ, қандай қазық қақсаңдар жатыр. Жаға мынау балық толқында енді түсіп жатыр. Так, мына жерлерде мына жерде зат себекен. Екі монтажынан кетті аспанға. Так, жаңа осы салып отырамын жігіттер. Арнамызға жазылып алыңыздар. Осында боламыз құдай қаласа. Дүкеніміз ашық. Балам осындай балықтар шығып жатыр ғой. Неге түсті? Батака бойл деген бар. Нормально ғой. 1 кило шығып қалды. Артып көрсей. Жел басталды дейсіздер. 2 сағаттай болып қалды. Бір тоқтамады. Тоқтамады. Жел деген тоқтамады. Салықтар ауларды. Бәрекелді мені. Келе жатыр. Келе жатыр, келе жатыр. Оп. Жағаның бәрі лай. Жалпы ол захеттерсің. Сабыр деген аударлы ой. Давай, кеватыр жігіттер. Жанып тұрған үміттер. Ақсақ салайын десең де жағасы бір ыңғайсыз ғой, лайға кіріп кетесің. Дәу ғой, ажып тұр ғой. Во,
Mene қара балшықтың арасынан шыққан сазанымыз. Қап-қара балшықтың арасынан осындай әдемі сазандар шығып жатыр. Құтты болсын ағам. Работает, больше. Рабочий монтаж. Монтаж керек болса хабарласыңыздар. Өтпейтін уайым. Тағы жүрегінде жел тоқтамай тұр. Садок кетіп барына. Оскарды. Не деген толқын да, не бар? Ортада осы толқын болады. Ортада бұдан қатты болады. Қайықтарын жүре алмайды, онан да келді.